Ассалаумағалейкум, қадірлі мұсылман бауырлар, құрметті отандастар, мейірімді рахымды Алланың атымен бастаймын. Міне, айлардың төресі күллі мұсылман баласы үшін қасиетті болған Рамазан айының алғашқы аптасы да өтті. Сіз нәпсіңізді тек ішіп жеуден ғана тыйып жүрсіз бе? Нәпсі деген жалпы не? Нәпсі дегеніміз бұл адам бойындағы құмарлық сезім. Жалпы адам баласының толық адам шыңына жетуі мен көркем мінезді болуының негізі осы нәпсіге ие болуында жатыр екен. Міне осы нәпсіні жолға салуда аштық пен шөл өте үлкен рөл ойнайды. Бірақ бұл Алла үшін болуы керек. Кісі өздігінен аш қалып діттеген мақсатына жете алмайды. Өйткені ораза Алла үшін жасалатын ғибадат. Қасиетті хадисте Алла тағала ауызы берік адам ішіп жеуін мен үшін доғарады. Ораза мені мен құлымның арасындағы ғибадат. Оған берілетін сыйды мен ғана өлшеп, мен ғана беремін деген. Аузы берік құлымның аштық пен сусағандықтан шыққан ауыз иесі мен үшін месік әтірінен де тамаша дейді. Сондықтан да ораза шынайы ниетпен Алла разылығы үшін ұсталуы тиіс. Себебі оразада тек қана ішіп жеуден емес, өсек ғайбат айту, балағаттау сынды жаман қылықтардан да аулақ болу керек. Құлақ, көз, ауыз күнәларынан да сақтану үшін ұсталады. Сол үшін құлшылық амалдарымызды көбейтіп, көбірек Аллахты еске алып, Құран оқуымыз керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір күні сахабаларын жинап, ораза ұстауды бұйырды. Артынша былай деп қатаң ескерту жасады. Мен рұқсат етпейінше кешке ешкім ауыз ашпасын деді. Елдің бәрі жаппай ауыз бекітіп ораза ұстады. Кеш түскенде жеке-жеке келіп ауызашарға рұқсат алып жатты. Дәл осы тұста бір кісі келіп жақындап: "Я Расулалла, екі қызым күні бойы ораза ұстаған еді. Ұялғандықтан өздері келіп сізден рұқсат сұрай алмады. Егер рұқсат етсеңіз, оразаларын аяқтап, ауыздарын ашса жақсы болар еді" деп өтініш білдірді. Алайда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам рұқсат бермеді. Әлгі кісі тағы 2 рет келіп рұқсат сұрады. 3-ші рет келгенінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өкініштісі, бүгін олар ораза ұстаған жоқ. Күні бойы кісі етін жеген, әркімнің сыртынан өсек айтып ғайбаттаған адам қалай ораза ұстасын? Бар да оларға айт, егер ниет етіп ораза ұстағандар рас болса, дереу құсып тастасын деді. Әлгі кісі мұны қыздарына айна қатеш жеткізді. Олар бұйрықты орындап, өздерін күштегенде кесек-кесек қан құсып жіберді. Әлгі кісі келіп, бұл жайды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға білдіргенде, ол құдіреті күшті Алла тағаламен ант етейін, егер олар әлгі ұйған қанды құсып тастамағанда, тозақта күйдіретін от асаған болар еді, деді. Тек қарынға ғана емес, тілге де, көзге де, аяққа да, қолға да ораза болса, сонда ғана нағыз ораза болмақ. Ақыретімізді жарық қылатын бұл айда көбірек Құран оқып, зекет беріп, Аллахтың тыйған амалдарынан тыйылу мұсылмандығымыздың белгісі болмақ. Тағы бір мүбәрәк хадисте Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам ораза ұстаған адамның 2 қуанышы болады. Біріншісі ауыз ашардағы қуанышы, екіншісі қияметте жаратқан иесіне кездескен кезде ораза ұстағанына қуануы деген болатын. Шынында да жаратушы иесінің разылығына қауышудан артық қандай қуаныш болсын. Ендеше осы 2 қуанышты баршамызға нәсіп етсін. Аман болыңыздар.